Парижде Олимпиада чемпиондары бас қосты. Олар Францияға не үшін барды? Жалпы Қазақстан мен Францияны не байланыстырады? Қысқа нұсқа баяндаймын, ендеше кеттік. Қасым-Жомарт Тоқаев кейінгі 2 жылда Францияға осымен 2-ші рет барды. 2022 жылғы қарашада кезектен тыс өткен сайлауда президент болып қайта сайланған соң Тоқаев Европаға алғашқы сапарын Франциядан бастаған. Ол сапардан өзгешелігі бұл жолы Қазақстан президенті Францияға мемлекеттік сапармен алғаш рет барып отыр. Жалпы Қазақстан мен Франция арасындағы сауда-экономикалық қатынастар әртүрлі салаларды қамтиды. Екі ел арасында экспорт соңғы жылдары дамып, сауда көлемі артты. Айталық, Қазақстан Францияға мұнай, газ, металл, ауыл шаруашылығы өнімдері мен минералды ресурстарды экспорттайды. Ал Франциядан Қазақстанға фармацевтика және химиялық өнімдер, азық-түлік пен сусындар, косметика өнімдері мен табиғи ресурстарға арналған жабдықтар экспортталады. Енді мемлекеттік сапарға ойыссақ, мемлекет басшысының құрметіне орай Франция президенті Эммануэль Макрон Елисей сарайында мемлекеттік қабылдау өткізді. Макрон шақырған мәртебелі қонақтардың тізімінде Олимпиада және Паралимпиада чемпиондары мен Димаш Құдайберген бар. Және Францияның үкімет мүшелері, белгілі саясаткерлер, екі елдің көрнекті мәдениет және спорт қайраткерлері қатысты. Басқосуда әлемге әйгілі әншіміз Димаш Құдайберген әсем ән шырқап, француздықтарды өз даусымен тәнті етті. Сапарды қорытындылай келе, былтыр екі елдің сауда айналымы 4,2 миллиард доллар болған. Ал биыл бұл көрсеткішке 9 айда қол жеткізген. Әрине, бұл жақсы көрсеткіш, демек жыл соңына дейін 6 миллиард долларға жетуі мүмкін. Айта кетейін, Франция еліміздің 6-шы ірі инвесторы. Франция Қазақстанның Европадағы негізгі саяси және экономикалық серіктестерінің бірі екенін ескерсек, қос елдің байланысы одан әрі жақсара бермек. Айтпақшы, мемлекет басшысы Макронды 2025 жылы Қазақстанға мемлекеттік сапарымен шақырды.